Қыздарики, сәлем, кеш жарық, қалайсыңдар? Бүгін біздер дейтін түйенің жілігін алып едік қой. Түйе емес, бір пілдің жілігін алғандай болдық қой. Анау мынау емес енді дейтін. Не кәдімгі дейтін томардай сүйектер, сом еттер, өркештер. В общем дейтін бар ғой, соны сықитып тұрып тұздап алдым. Енді в общем интрига болсын. Мына жерде ровно неше килограмм ет бар. Соны тапқан адам астына комментарий жазып кетіңдер. Сосын мен сіздерге Каспий голдтарыңызға 2000 теңге ақша саламын. Алдабай кеттік. Бірақ точно айту керексіңдер. Андай бірдеңе мысалы 30 килограмм бірдеңе грамм деген жоқ. Потому что ондай граммы жоқ келген еттің. Ровно мысалы 50 деген сияқты, или 54 деген сияқты, 64 или 60, 70 деген сияқты, сондай қылып айту керексіңдер, в общем. Или 62 или 63 деген сияқты бар ғой, сондай қылып айту керек давай. Сонымен, короче, точно айту керексіңдер. Ровно қанша екенін тапқан адамға ең бірінші, бұл жерде енді мысалы 10 адам или 15 адам точно айту мүмкін ғой. Ол менің комментарийдің басынан бастап қарап, ең бірінші кім дұрыс тапты, сол адамға шығамда Каспий голдтың номерін сұрап, сол адамға 2000 теңге лақтыратын боламын. Алдабай кеттік. Ровно неше килограмм ет болғанын астына жаза кетіңіздер. Мен комментарийді міндетті түрде оқимын. Сосын ала бұйырса, бұл бізде менің түйенің жілігі. Ертең бұйырса жабағы соямыз. Ол жабағында осылай интрига olsun, осылай комментарийға тиктокқа салатын болам. Яғни неше килограмм шықты, неше килограмм ет берді деген сияқты жабағыны. Алдабай кеттік. Қызық болса астына комментарийға жаза кетіңіздер. Міндетті түрде оқып, мен сіздерге шығатын боламын. Ровно неше кило ет екенін. Мынау, например, ұн салғанда 50 кило кететін, 50 килолық ұн кететін кастрюль. Соған полный ет кетіп тұр. Енді ет пен ұнның қанша разницасы болады ғой. Сол үшін енді өздеріңіз саралап, ой елегінен өткізіп, ойланып қараңыздар. Астына міндетті түрде жазып кетіңіздер. Бұйырса сіздерге шығатын боламын, қыздар. Сосын маған тиктокқа тіркеліп кетіңдер. Ала бұйырса ертең жабағы жылқы сойған кезде де осылай салатын болам. Ол кісіге мүмкін 3000, мүмкін 5000, все-таки ол бір үлкен жабағы ғой. Соны соғандай салатын болам. Әзірше осы түйенің жілігін тауып алайық, неше килограмм екенін. Ал кеттік, олай болса ойын басталды, қыздар. Маған тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, қыздар.